Ассалаумағалейкум. Бүгінгі видеода біз ешкімге танымал емес Қазақстанның пауэрлифтингтан, стритлифтингтан және воркауттан монстр воркаутері туралы айтамыз. Бәрімізге белгілі Айтым Жаков, Азамат Сапар, Квитов Макс, Бейкер Владислав және де Бекзат Шахман. Яғни бүгінгі видео барлықтарыңыз түсінгендей Бекзат Шахманов туралы болады. Видео басталмастан бұрын кондиционерлеріңіз қосып, терезені ашып қойыңыздар, себебі қазір ыстық болады. Ондай болса, бастаймыз. Ақмола облысы, Қорғалжын ауданы, Жантеке ауылы. Бекзат Шахманов қарапайым отбасында дүниеге келген. Кішкентайынан спортқа жақын болған. Тіпті Бекзат ағамыз 5-ші сыныпта жер қазатын ломды бицепске 1000 рет көтерген. Бәріміз де білеміз ломның қаншалықты ауыр екенін. Сол күннен кейін оның қолы өте қатты ауырады. Бұл тәжірибенің жоқтығынан, сол кезде интернеттің болмауынан, дұрыс ақпараттың болмауынан болған қателік болатын. Сен де осындай қателікті қайталап келмесе, Не бар, бір ай ішінде денеңді шығарғың келсе, 2 жыл жасалған программаны қазір сатып ала аласың. Программаның ерекшеліктері: бірінші, сізге ешқандай тренажердің темірдің қажеті жоқ. Барлығына бол, турник, брусья киіңіз және де өз салмағыңыз қажет болады. Екіншіден, көптеген дене шығару құпияларын үйренетін боласыз. Үшіншіден, өзіңізге деген сенімділікті арттырасыз. Орындар саны шектеулі, қазір алсаң 50% скидка болады. 2018 жыл. Қазақстанда стрит-воркаут бұрын сонды болмаған деңгейде дамуда. Бекзаттың жасы 24-те. Ол да осы воркаут түріне қызығып, өзінің кәсіби спорттағы жолын стритлифтингтан бастады. Осы кезде стритлифтингпен айналысуды бастағанда фитнес-тренер болуды көздейді. Сол себептен YouTube, Instagramнан аккаунттар ашады. Қазіргі таңда YouTube каналында 10 мыңға жуық, Instagramда 12 мың тіркелуші бар. Сілтемелері описанияда. Сэмпродан сәлем жолдасаң болады. Жетістіктері мен силовой показательдері. Астана чемпионаты, Барбарстан 3-ші орын, Қазақстан чемпионаты, бицепске көтеруден 3-ші орын. Осыдан кейін тек 1-ші орын алған. Олардың бәрін айтып отырмаймыз. Негізгілерін айтып өтетін болса, золотой призер Қазақстана, Қазақстанның 2 мәрте рекордсмені атанып, $16,000 сыйға алған. 65 кг салмақ, 170 см боймен Бекзат ағамыз стритлифтинг воркауттан турникке таза 42 рет, ал 70 кг-мен 2 рет тартылады. Брусьяда 113 кг-мен 3 рет, 115 кг-мен 1 рет, 60 кг-мен 38 рет жасайды. Отжимание 200 рет, планшта тұрып 10-15 рет жасайды. Передний вес 15 секунд. Пауэрлифтинг. Жим лежа 125 кг 1 рет, бицепске 65 кг таза техникамен, ал раскачкамен 100 кг көтере алады. Бекзат ағамыздың тренировкасымен тамақтануы. Біз Бекзат ағамыздан осындай нәтижеге қалай жеткенін, қалай тренировка жасағанын, қалай тамақтанғанын сұраған болатынбыз. Ағамыздың айтуы бойынша, ол басында стритлифтингпен 3 ай айналысады. Стритлифтинг база болғандықтан, басқа спорт түрлерінде дамуы өте жеңіл болады. Спорттық тағамдар қолданбаған. Тамақты түсте және кешке мөлшерінен көп жейді. Күніне 6-7 сағат ұйықтайды. Аптасына 3 рет тренировка жасайды. Қарап отырсақ, бұл қалыпты жағдайдағы кәсіби спортшының жаттығулары. Көңіл бөлетін жайт, генетикасы өте мықты. Химик немесе химик еместігін ешкім білмейді. Қалай ойлайсыздар? Химик па, химик емес пе? Комментарияға жазып өтіңіздер. Ал енді Бекзат ағамыздың жеке өміріне тоқтала кететін болсақ, Бекзат ағамыз жоғары оқу орнын оқымаған, бірақ колледжде құқық қорғау мамандығының дипломын алған. Оқуын аяқтағаннан кейін оператор және өзі армандаған фитнес-тренер болып жұмыс жасап жатыр. Үйленбеген, басы бос. Егер қыздар болса, мүмкіндіктеріңізді сынап көрсеңіздер болады. Достар, осымен видеомыз аяқталды. Видеомыз сіздерге ұнап деген ойдамыз. Егер де осындай выпусктар шықсын десеңіздер, онда төменге комментарий жазып кетсеңіздер болады.
Негізінен біз жаңа видеоның басында воркаут монстрлар туралы айтып кеткенбіз, барлықтарыңызға танымал. Егер солардың ішінде тағы да біреуге сіздерге, например, ұнайтын воркаутер болса, келесі видеода біз қайсысына видео түсірейік? Кім туралы осындай ақпараттар айтып, тура осындай контентте видео түсірейік? Соны комментария жазып кетіңіздер. Және де достар, біздің инстаграмымыз бар. Инстаграмда осы жерде тұрады. Сол жерге бізге сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Біз кез келген сұраққа жауап беретін боламыз. Егер сіздер білетін бір керемет қазақтың немесе басқа елдің болсын жақсы воркаутері, спортсмені болса, бізге личкаға жазыңыздар. Және де бізді қолдап кетіңіздер. Ондай болса, видеомыз аяқталды. Келесі кездескенше.